Баяндаңыз. Батальонда келеңсіз жағдай орын алды. Командирлердің көзі солонады. Қалайша? Өз-өзін атқан ба? Қайда ол, осында шақырып келіңіз. Söyle, қалай болды? Кешіріңізші командир, мен байқамай қалдым, әдестемедім. Жалған сөйлеме. Бұл байқаусыз да болатын іс емес. Қорқақ, сатқын. Рахимов, сатқынды алып кетіңдер. Кешіріңізші, не істемексіздер? Кешіріңізші. Ату жазасына кесеміз. Кешіріңізші, Ағатай! Ағатай, бөккемен соғыстам, Ағатай! Ертеректе менің көшпенді әкемді Жапан далада қара құрт шағып алыпты. Әкем елден жырақта, қасында көлігінен өзге ешкім жоқ, жалғыз келе жатса керек. Қара құрттың о адам өлтіреді. Әкем дереу бәкісін шығарып, әлгі құрт жаққан жерден бір кесек етіп кесіп тастапты. Міне, мына жерде мен де сөйттім. Өз денемнен бір кесек етті кесіп тастадым. Мен адам. Сол сәт бүкіл жан жүрегімдегі кісілік қасиет, өйтпе, аяуыны, кешірім жаса деумен болды. Әйткенмен мен кешпедім. Мен командир, мен әке, мен өз ұлымды өлтіргендей болдым. Алайда менің алдымда тура осындай жүздеген отырды. Мен опасыздыққа ешбір аяушылықтың жоқ екенін, және ешқашан болмайтынын ел алдында қанмен ұқтыруға міндеттедім. Ниетім, егер қорқақтық көрсетіп сатқындық жасасаң, қанша кешірімді болуға тырысқанымызбен опасызға еш орын жоқ екенін әрбір жауынгердің жүрегіне жеткізу етті. Біз майданда болдық. Белуардан қан кештік. Жолда жүріп көз жасымызды көлеттік. Күн түндемей еңбек етіп жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында, ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп оны абыроймен ақтадық. Бұл жеңіс бізге арзанға түскен жоқ. Ел дегенде еңіренген ерлеріміздің құрбан болғандары да аз емес. Аяқ қолдарын беріп, мүгедек болып қайтқандарымыз да аз емес. Ұлы отан, туған елім, туған жерім, ұлы отан соғысының жалынына шарпылмаған біздің елде бір семья жоқ. Соғыс қайғысы, соғыс мұңы, әр қайсымыздың басымыздан өтті. Солдат сағынышы, ата-ананың қайғысы, жардың мұңы, жетім жесірдің көз жасы да әр қайсымыздың басымыздан өтті. Мен өзім 40 жыл қырғында болған жәндердің бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста талай саңлақ батырлардың, ақылды ерлерінің қаза болған мен өз көзіммен қан майдан көрдім. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттердің құрбан болғанын да өз көзіммен көрдім. Олардың имандары жолдас болсын. Олар Ұлы отан соғысында тәуелсіздік үшін жан тәнін аямастан соғысты. Тәуелсіздік үшін жан тәсіл етті. Ел ақиқатқа тәуелсіздік алғанда жетеді. Маған біздің елде бірде бір семья жоқ. Соғыс қайғысы, соғыс мұңы әрқайсымыздың басымызда. Солдаттың сағынышы, ата-ананың қайғысы, жардың мұңы, жетім жесірдің көз жасы. Әрқайсымыздың басымыздан өтті. Мен өзім
қырғында тірі қалған жандардың бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста еліміздің талай санлы батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өзім көзімменен қамайдан көрген. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттер өліп кеткен көзім көрген. Олардың имандары жолдас болсын. Құлыным, аман бұсың? Тағдырдың ажал тебетін тымақтай сілкіп жүрмісің? Қайтейін, қарғамау, сені аялап өсіріп, енді азамат болған шағымда ажалмен айқасуға шығарып салам деп үш ұйықтасам түсіме кірді ме екен? Бүгін таңға жуық көзім ілініп кеткен екен. Құлағымның түбіне апа уайымдама, мен жеңіспен оралам деген сенің анық дауысың естілді. Я жарығым, тілегің қабыл болғай. Қабыл болғай жарығым. Өйткені сен біздің ошақтың ғана емес, мына қалың еліңнің үмітінің сәулесін жағуға тиіссің. Білем, бұндай қан төгіс құрбандықсыз болмайды. Бірақ менің үмітімнің сәулесі сен сөнуге тиіс емессің. Сені мен түгілі мына үйдің іргесінде өзің жүріп салған жалғыз аяқ соқпағыңда күтеді. Сені анау алақанымен қан беріп өсірген қасқа құлының да іздеп сағынып кісінеп қояды. Тіпті анау тозығы жеткен есікте сен келердей жетпеткен жерге сықырыла башылады. Я, сен келесің, сен жеңіспен ораласың. Ал мен сол күнді күтем, құлыным. Біледі жұрт, біледі ел басына қатер төнген жоқ еді. Қимастарын қан майданға ұзатып, қарсы айрылған аналардың жүрегі. Осындайсың бәрі
Нұркен ол анасының хатын елінде ала алмайды. Ол енді мәңгі оралмайды еліне. Ол енді жарым құшып баласын сүйе алмайды. Ол туған жерінің төсінде тұлпар мініп көкпар тартпайды. Ұлының ат жалын тартып мініп азамат болғанын да көрмейді. Кешегі қанды шайқаста Нұркен мерт болды. Ол қаруластарын құтқарды, өзі ерлікпен аза тапты. Кек сақтап жүректерінде, оқ сақтап сүйектерінде сөнбейтін алау барына мәңгілік сеніп кеткендер, жеңісті жақын еткендер, тым ерте сөніп кеткендер, сөнбейтін алау барына мәңгілік сеніп кеткендер, ел үшін құрбан болғандарың үшін, мәңгілік от болып жанғандарың үшін еске алып, 1 минут үнсіз тұрайық. Саусақтарым күннің күнінде мылтықтың шірікпесін баса-баса сүйелденеді деп кім ойлаған? Қобданың суында еркелеп жүзіп, бақытты жүрген күндерімді соғыс ұрлайды деп кім ойлаған? Шыбынды жіберекпен қуып жүріп, өлтіруге қимайтын ет жүрегім қорғасын боп оққа айналады деп кім ойлаған? Соғыс бірақ сәтте адам тағдырын өзгертіп жіберер тас жүрек. Бүкіл елдің тынысын тарылтқан, анадан баласын, жардан жарын айырған қара дауыл. Бейбіт күннің құнын біз сол сұрапыл майданда жүріп түсіндік. Сондағы әрбір қыршын кеткен жан, бір ғұмыр, бір арман үзіліп түскен гүл секілді. Менің де қолым қанға малынды, бірақ мен адам өлтірген жоқпын. Адам кейпін жамылған хайуанды көздедім, фашизмге оқ аттым. Мен Сталинградтың аязында тоңып, Ленинградтың аштығын бірге кештім. Жолдастарымның жан даусымен аналардың көз жасы жадымнан кетер емес. Біз жүріп өткен жол азап пен ерліктің жолы. Әр снарядтың артында туған жердің амандығы тұрды. Ал осының бәрі де жеңіс үшін, болашақ үшін, отан үшін. Қолда не басылырым
Ал мына мылтық менің серігім, ал үнсіздік менің басты дұшпаным болды. Мен майданда емес, тылда соғыстым. Көлеңке ішінде түн тынысында. Бірде үмітім ағаш арасынан түскен сәуле еді. Ал бірде қар үстінде қалған қан ізі. Мен ешкімге де батыр болам деп кеткенім жоқ. Мен бар болғаны елімнің амандығы үшін шықтым. Партизан болу оқ ату емес. Партизан болу сенім мен сертті мына жүректе ұстау. Біз үнсіз күрестік. Жарылыстың үнінен гөрі ананың жылаған жаны жүректі көптенді. Жеңіс емес, жар дармандадық. Өйткені біздің артымызда қалың қазақ деген халық тұр. Сол халық менің отым болды. Сол қазақ деген халық мені аман алып шықты. Қанша жолды кесіп өттім, бірақ бәрі де бір туған жерге алып келді. Мен Қасым Қайсенов. Мен соғыстың үнсіз қасіретін жүрегінде сақтаған жауынгермін. Мен үнсіз қалған жоқпын. Мен жаздым. Болашақ ұмытпасын деп жаздым. Соғыс ол дауыл емес. Соғыс ол тыншымай соққан жел. Ал біз сол тыншымай соққан желдің арасында үнсіз тұрдық. Ол жел кейде балалық шақты, кейде ішкі жанды да ұшырып әкетеді. Менде мысалы ру немесе басқа деген жоқ. Менде тек қана ұлт деген бар, ол қазақ деген ұлт. Мен Қазақстанда туып өскенмен Украинаны қорғаған адаммын. Украина орманында мен жалғыз қазақ едім. Жау жағадан алғанда мен елдің атынан кек алдым. Мені танымайтын орыстар Қасым десе, мен қазақ деген ұлттың атын естіп тұрғандай болдым. Партизан болу, көлеңке болу. Тіпті мына көлеңкеңді де ұстап бермейтіндей сертпен өмір сүру. Мен бірде блиндаж ішінде отыр едім. Жарылысшы дұшпанның танкісіне байлап, жанымды бәйге кетіктім. Ол амал емес, ерлік еді. Тағы да бір көпірді жарып үлгердік. Қанмен суғарылған жерден көк майса шөбесі. Бәлкім бүгінде сен басып жүрген сол көк шөп, анау соқпақтардың жалғасы шығар. Олар мені көп атаған жоқ. Бірақ мен сөйледім. Кітаппен сөйледім, шындықпен сөйледім. Батыр болу үшін кеудеге орден тағу шарт емес. Батыр ол! Соғыстан кейін де үнсіз күрес алған адам. Менде тек бір ғана аманат бар. Азаттықты сүйу, соғыссыз өмірді сүйе білу. Сондықтан да соғыссыз өмірді бағала. Мұна меніңше көп жерлерде сұрақ қояды. Қалай ерлік көрсетті? Мысалы, батыр атағын айтайық, Мәлік ағамыз қалай алды екен, анау Талғат ағаларымыз қалай алды екен дейді. Меніңше мен мына ерлікті былай деп түсінемін. Кім-кім отанын сүйсе, халқын сүйсе, туған жерін сүйсе, олар үшін өзінің мысалы жеке басын, өзінің өмірін, өзін аямаса, сол адам соғыста не батыр болып өледі, не болмаса тірі болса батыр атанып қалады. Ешкімді мен батыр боламын деп арнайы мақсат қойып батырлық жасамайды.
Қолға қалам емес, штурға ұстадым. Мен ұшқыш болдым. 588-ші түнгі бомбалаушы полктың құрамында. Түнгі мыстандар дейді екен бізді жау. Күні-түні аспанды тіркілеп, бомбаны жаудың жүрегіне қарай тастап отырдық. Қараңғыда ұшып, жарықсыз қондық. Кей түндері ажал тура қасымызда ұшты. Бірақ біз жеңістен басқа жолды көрмедік. Жолдастарым көз алдында құлап жатты. Севастополь аспанында от боп жаққан қыздар әлі де түсіме кіреді. Қаншама тағдыр оқпен сүрді. Бірақ біз солардың арманын арқалап ұштық. Солардың үмітімен жеңіске жеттік. Жеңіс. Бұл күн қанмен келген күн. Бұл аспаннан от алып, жерге аман қонған қыздардың, жылап тұрып күл алған аналардың, оқтың астында өмірді сүйген сарбаздардың күні. Мен Хиуас, мен жеңісті көрдім. Бірақ мен соғыстың қаншалықты ауыр екенін де ұмытпадым. Ұмытпаңдар. Бұл күн еске алу күні, даусым күні. Мәңгілік үнсіздік пен мәңгілік мақтаныш күні. Қыздар да шауады, қыздар да қорғай алады. Жеңісті әйел жүрегімен де жақындатуға болады. Сол жүректі ұмытпаңдар. Сол жүрек сендердің бейбіт өмірлерің үшін соққан еді. Олы елдің оранымыз, азат елдің қыранымыз, бүгін біз. Ақындардың жалғасымыз, ерлердің біз бүгінгі әніміз. Олы дала жарымыз, де жарымыз. Самға жебірекіп туымда, самға ямасы сенің жанаңда. Самға асқақтатып белімді, аянба елің үшін биікке самға. Дарқандана даламыздың бұрын көткен бабамыздың өзіміз. Асылдардың сынығымыз, жақсылардың жайсаң айтқан сөзіміз. Ұлы қазақ еліміз, ұлы еліміз. Самға жебірекіп туымда, самға ямасы сенің жаныңда. Самға асқақтатып белімді, аянба елің үшін
мен үшін соғыс жай ғана естелік емес. Ол менің өмірімнің ең ащы, ең ауыр шындығы. Мен аспанда жүргенде жердегі қайғыны көрдім. Мен аспанда жүріп ажалды көрдім. 305 рет ұшақ кабинасында көкте суылдаған кезімде ішімнен тек бір тілек айттым. Оралсам екен, үйге аман жетсем екен. Жер астында жарылған бомба, көкте суылдаған оқ, бәрі біз үшін күнделікті көрініске айналды. Бірақ біз оған үйренген жоқпыз. Тек төздік. Себебі біздің төзуіміз тұтас бір ұлттың амандығына айналды. Мен мінген ұшақ жай ғана темір емес еді. Ол менің қанатым, ол менің қаруласым, ол менің тағдырым болды. Ил 2. Елу үшін жасап шыққан сол бір штурмовик фашистердің түсіне кірген қара бұлт секілдеді. Олар оны қара өлім деді, қара ажал деді. Себебі ол ұшақ аспанда көрінсе, үміттері үзіліп, жүректері шайлықты. Себебі біз дәл аттық. Біз қайтпадық. Мен Ил-2-ге алғаш мінген күнімді ешқашан ұмытпаймын. Қара, ауыр, қайратты сол ұшақ маған ел үмітін арқалатып, көкке самғатты. Мен батыр емеспін. Мен өз борышын атқарған қазақтың қарапайым ұлымын. Тек жаудың бетіне тура қарап, ел үшін жан берген достарымның атынан бүгінгі ұрпаққа айтқым келеді. Тыныштық бұл жеңіс. Еркіндік бұл аманат. Сендер соғысты көрмедіңдер, көрмеңдер де. Бірақ еркіндіктің қандай бағамен келгенін ешқашан ұмытпаңдар. Мен бәрінде өзім сүйем. Мен өзім сол қазақ үшін бәрін етіп отырмын, бәрін. Ештемен етпеймін. Сол істегенім істеген. Қазақ үшін істеп отыр. Білдіңіз бе? Қазір енді мына біздің жолымызда дұрыс бара жатыр. Бәрі дұрыс болады. Бәрі жақсы болады. Мен қазағым жақсы тұрады бір уақыт. Соны көресім келеді. Көремін, көрмеймін, мен білмеймін. Қазақ жасасын. Сол. Тілегенім сол. Солдатымын майданның, танырмысың, естіп бедің атымды, Achtung, ihr werdet angegriffen. Alle Posten besetzen. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Мен Мәншүкпін, солдатымын майданның. Танырмысың, естіп бедің атымды. Ұзақты күн аңдыстық, қулығыңда асыруға тырыстым. Ақырында көзін тауып құлаттым. Дәл түбінен тигізіппін құлақтым. Бұл да менің сыйласымның біреуі, темір крест тағылған. Аңғардың ба, кімнің атқыш екенін? Жата берсен, қалсын енді кектестік. Өлген жауға жерім менің жетеді. Сен де маған мәлімсің. Әрине, сен келген жоқсың. Қыз қолынан өлуге. Келгенсің сен біздің елді күйрете бір жеңуге.
музыкалы салтанатпен өтуге. Бірақ оны Тәңірім тағдырыңа жазбапты. Неткен жым-жырт, тынығапты барлығы. Зембіректің күйген даусы қарлығып, тоқтағандай айқайлауға жарамай тек мына бір ақ қайының жапырағы күмбірлейді, күрсінеді, жылайды. Әлде кімге өмір бақыт сұрайды. Мама, күнім деген сенсің ғой. Әрең жетті әлсіреген дауысың, тек жыламаш, шыдап бақшы елсің ғой. Бар емес пет бір еркектей намысың. Сағындың ба? Мен де сені сағындым. Қандай ана сағынбайды боласың? Мама, жүрегімде өзің ғанасың. Папам менің жазықсыз айыпталған. Бір жаладан жау семьясы атандық. Мама, сақ бол, кетпесінші сындырып. Аяу білмес жүрегі тасқа толды. Мама, жүрегімді сақтай көр. Мен де саған оралуға асықпын. Оралмасам, қош бол, мама. Қош, сау бол.
Фашистан екінші взвод Гитлер үйіне басып кірді. Сол тектесіз ерліктері үшін алғыс білдіремін. Енді фашизмнің ордасы Рейхстагты басып алуымыз керек. Оған небәрі 300 метрдей жер қалды. Фашистер оны жандарын сала қорғап біздің әскерлерге бас көтертпей тұр. Бірақ бүгін қалайда Рейхстагқа ту тігуіміз керек. Бұл аса қиын операция. Жауынгерлік тапсырманы орындау оңай емес. Мен барам, жолдас командир. Лейтенант, біздің бұйрығымыз осылай болатын. Жаңа ғана қаза тапқан комбат майор Алексей Твардыхлов сенатаған. Совет өкіметіне қызмет етем. Мұнау біздің 50-ші дивизия, 674-ші полк, 2-ші батальонға тапсырылған ту. Әскери тапсырма. Туды Рейхстагқа туы саған жүктеледі. Құп болады. Степан. Гриша. Мен. Еріңдер соңынан. Құп болады. Әскери тапсырмаға аттануға рұқсат. Құп болады. Василий, ты тапает, командир! Қош бол, Василий Степанов. Гриша, Степан, сен ауылға қалып болдың. Гриша, Степанға көмектес. Нет, командир, за меня не беспокойтесь. Я дошел до Берлина, я не умру. Идите, командир. Бөгелмеуіміз керек. Бұл тапсырма бізге Совет өкіметінен берілді. Бұл барша Совет өкіметінің арманы, ұлы мақсаты. Я Степан, сен шыда, тек қозғалмай жатсам. Степан, біз әлі жеңіске жетеміз. Сен нағыз батырсың. Гриша, ақтың майданға дайынсың ба? Дайынмын, командир. Ендеше ер соңынан. Гриша, қарындашың бар ма? Қарындаш, оны қайт берсіз. Тудың шетіне аты жөнімізді жазамын. Табылған ақыл екен, командир. Алда жолда көріп кетсек, тың болмаса туды атымыз алады. Қайдан айтпа, Гриша. Біз бұнда өлу үшін келген жоқпыз. Біз Рейхстагқа ту тігу үшін келдік. Түсінің ба? Дұрыс айтасыз, командир. Енді не істейміз, командир? Жау қысып келеді. Жан бере оңай деймісің. Гриша, былай. Қазір біздің артиллерия шабуылдап бастағанда алға қарай ұмтылуымыз керек. Әйтпесе бұл жерде жасырынатын жер жоқ. Бір жерге барып жасырынамыз. Ары қаратай Рейхстагқа туды орнататын боламыз. Құп болады, командир. Ендеше дайынсың ба, Гриша? Дайынмын, командир. Дайын болсаң, алға! Командир, сізге не болды? Командир! Ештеңе етпес. Командир, гастак бері. Командир, сәл шыдағызшы. Командир! Ештеңе етпейді деймін. Командир, сәл шыдағыз. Сәл шыдағыз, аз қалдық. Болды, командир. Командир. Анау, Рейхстагта тұрған туды көрсе, Гитлердің жүрегі жарылып кететін. Қай, Гриша, сенің ақ қалжың таусылмайды екен.
Енді не істейміз командир? 300 метр жер қалды. Енді қара. Рейхстагқа аз ғана жер қалды. Дәл қазір туды Рейхстагтың кіреберісіндегі баспалдаққа тігесің. Туды көрген кезде біздің Совет үкіметі шабуылды бастайды. Рейхстагты міндетті түрде басып алатын боламыз. Басып аламыз командир. Түсіндің ғой? Бірақ біздің шыққанымызға 7 сағат уақыт қалды. 7 сағаттан бері 300 метрге жете алмаймыз. Енді біздігі өліп қалды деп ойлап жатқан шығар командир. Мүмкін. Бәрі де мүмкін. Мүмкін дүрбімен қарап отқан болады. Енді не істейміз? Енді істейміз? Ту-туға кірсейік. Ендеше Гриша. Ақтық, мәреге дайынсың ба? Дайынмын командир. Ендеше, алға! Гриша, иығыма шық, туды тік. Жоқ командир, қалды. Сіз түгіңіз керек. Гриша, менің аяғым жарама. Иығыма шық дейді. Жоқ командир, ол сіздің еңбегіңіз. Гриша, иығыма шық дейді, бұл бұйрық. Көп болады командир. Гриша, барынша асықпасаң болады. Бұл барша Совет үкіметінің арманы. Ұлы мақсаты. Дәл осы жерде орындалып отыр. Гриша, дайынсың ба? Дайынмын. 8. Тарих осылай дейді. Бауыржан Момышұлы айтқандай, ел ақиқатқа тәуелсіздік алу үшін ғана жетті. Халқымыздың қаншама ұлы армандары орындалды. Қаһарман ерлердің есімдері ұлықталып, лайықты бағасын алды. 2007 жылы Ресей әскери институты жеңіс туын бірінші болып Рахымжан Қошқарбаев пен Григорий Булатов тіккенін мәлімдеді.
Аспанды торлаған қара бұлт сейілді. Қыран құс көкке самғады. Жүректерде үміт оты жағылды. Совет үкіметі жеңіске жетті. Қазақ елі жеңіске жету үшін елеулі үлесін қосты. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінен соғыс басталған жылдары 287 ерікті ақтық майданға аттанған болатын. Соның 176-сы студент, 30-ы қыз баласы еді. Ата-бабаларымыздың осынау жасаған ерліктері үшін осы бізге аманаттап кеткен жерді қорғауға, аялауға ант етеміз. Мың алғыс сіздерге.